Су демікпемен ауыратын қарапайым колледж студенті болатын. Бір күні достары оны фермадағы кешке шақырды. Хен Су топтық тапсырмамен жұмыс істеу керек екенін айтып, бас тартты. Алайда тапсырма сол күні кешке тоқтатылды. Ал Хен Су фермадағы достарына қосылуға шешім қабылдады. Ата-анасы оған кешікпеуге кеңес бергеннен кейін, ол әкесінің таксинің кілтін ұрлап, ұсталып қалмас үшін үйден шығып кеткен. Әкесі көлік туралы білмеуі үшін, ол дверді өшіріп кетіп қалды. Ол бағдаршамға тоқтаған кезде, Гуква есімді қыз оны таксиге отырғызу үшін таксиге отырды. Хен Су Гукваға такси жұмыс істемейтінін айта береді, бірақ ол оның жағдайын түсінбейді. Басқа амалы қалмаған, Хен Су оны межелі жерге түсіруді ұйғарады. Жанармай құю бекетіне тоқтаған кезде, Гуква одан дүкеннен темекі мен сыра сатып алуын өтінеді. Гуква сыртта күтіп тұрғанда, бейтаныс адам оған жақындауға тырысады, бірақ Хен Суды көргенде артқа шегінеді. Гокудың баратын жері Хан өзеніне бара жатқанда, Хен Су оны фермада күтіп тұрған достарынан бейне қоңырау алады. Дәл осы сәтте Гоку Хен Судың неге оған мінгісі келмейтінін түсінеді. Көп ұзамай Хен Су оны Хан өзенінің жағасына тастап кетеді де, олар тіл табыса бастайды. Олар көліктен 2 балмұздақ алып, ақшасын төлемей қашып кетеді. Өзен жағасында отырған Гуква есірткіні Хен Су мен бөліседі. Ол оны ойланбастан қабылдайды. Оны үйінің жанына тастап бара жатқанда, Хен Су кездейсоқ тұрақта тұрған көлігін тырнап алады. Ішінде отырған иесі шығып, Хен Суды кешіреді. Себебі сызат онша байқалмайды. Гоква Хен Суды үйге кіргізеді. Ал көлік иесі оларды күдікті түрде бақылап отырады. Олар ас үйде отырып, ішімдік ішеді. Хен Су қыздан оның үйі туралы сұрайды. Гукву анасының 3 жыл бұрын қатерлі ісік ауруынан қайтыс болғанын және содан бері досымен бір үйде тұрғанын айтады. Алайда ол жақында өткен аптада үлкен жанжалға байланысты досын қуып жіберді. Олар бірнеше рет оқ атқаннан кейін Гукву Хен Суға жаңа дәрі береді. Оны салдары туралы ойланбастан қабылдайды. Бір түрлі әрекет етіп, кенеттен Хен Судың қолына пышақ сұғып алады. Бірақ бақытымызға орай, пышақ сағынып, оның орнына үстелге қадалады. Содан кейін Гукву Хен Суды оның қолымен де бағын сынауға көндіреді. Мұнымен келісе отырып, Хен Су өкпелейді. Бірақ бұл жолы пышақ дәл нысанаға тиіп, оның қолын тесіп өтеді. Дүрбелеңге түскен Хен Су шүберекпен қан кетуді тоқтатуға тырысады. Бірақ Гуква дәл қазір оның жарасына алаңдамайтын сияқты. Ол Хен Суға жақындай түседі де, олар құмарлықпен сүйісе бастайды. Содан кейін ол оны жоғарғы қабатқа, олар бірге біраз уақыт өткізетін бөлмеге апарады. Біраз уақыттан кейін Хен Су қонақ бөлмесіндегі диванда оянады. Түн кеш болғандықтан, ол тез киініп, Гуквамен қоштасу үшін жоғарыға көтеріледі. Алайда, оның арқасынан сипамақ болғанда, ол дымқыл нәрсені сезеді. Шамды жағып, ол Гукваның өлтірілгенін және арқасынан бірнеше рет пышақталғанын көреді. Дүрбелеңге түсіп, есеңгіреп қалды. Оның ойына тек қылмыс болған жерден тезірек қашу ғана қалады. Ол таксимен кетуге тырысады, бірақ кілтті үйде қалдырғанын түсінеді. Үмітін үзіп, үйге қайта кіруге тырысады, бірақ есік құлыптаулы. Ол бүйір әйнегін сындырып, есікті ішінен ашып үлгереді. Ол білмей, қарт оның әрекетін өз үйінен бақылап отырады. Хен Су кілті жасырылған күртешені киіп алған кезде, ол ас үй аралын байқап, Гокудың қолына пышақ сұғып алған. Саусақ іздерінің барлық жерде қалғанын түсінген Хен Су асығыс үстелді майлықпен сүртіп, кездейсоқ айналасына қан шашып жіберді. Басқа амалы қалмай, ханзадасымен бірге пышақты алып, үйден қашып кетеді. Үйіне қайтып келе жатып, кезекші полиция қызметкерлерінің назарын аударып, бақылау бекетіне тап болады. Офицер Хан Байль Судың мас болуы мүмкін екенін бірден байқап, тыныс алу сынамасын жасауды ұйғарады. Алайда, ол дайындалып жатқанда, оның демалдырғышының батареясы таусылып қалады. Бұл оның жағдайын растауға мүмкіндік бермейді. Сол кезде олар жақын маңдағы үйге басып, кіру туралы хабарлама алады. Хен Суды тексерусіз жібергісі келмей, офицер Хан Бал оны оқиға орнына жеткізуді шешеді. Олар келгенде, Хен Су олардың Гокудың үйіне қарай бет алғанын қорқынышпен түсінеді. Дәл сол қария Хен Судың Гокудың үйіне басып кіргеніне куә болғаннан кейін полиция шақырған екен. Оның көзі нашар көретін, сондықтан қылмыскердің бетін көре алмайтын. Бірақ бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, полиция шақырған. Көп ұзамай полиция үйді тінтіп, Гукваның төсегінде өлтірілгенін анықтады. Оқиға орнына тағы бірнеше полиция қызметкері келді. Оның ішінде детектив бөлімінің бастығы Баспарк. Хен Суды байқап, ол туралы сұрайды. Ал офицер Хан Бил оны қамауға алынған адам ретінде таныстырады. Қалған 2 офицерге Хен Суды полиция бөліміне апару тапсырылды. Сапар барысында олар әйелдің арқасынан 13 рет пышақ жарақатын алғанын талқылайды. Шошып кеткен Хен Су оның қайтыс болғанын сұрайды. Оған офицерлер оның қайтыс болғанын растайды. Бұл арада сот медициналық сарапшы, полиция бастығы Пакқа оның қатыгездігіне байланысты кісі өлтіру қасақана болып көрінетінін айтады. Көшеде Гук үйде болды. Полиция бастығы Пак бұрын Хен Су мен соқтығысқан көлік иесі Сун Хангты байқайды. Сун Хун полиция қызметкерімен сөйлесіп, қызды өлтірген бала оған бір түрлі болып көрінгенін айтады. Қызығып, полиция бастығы Пак Сун
Хунға көргендері туралы сұрақ қояды. Алғашында араласқысы келмеген Сонг Хун мұны ұсақ түйек деп санайды. Алайда полиция бастығы Пак өзінің бұрынғы айғақтарына сәйкес келетін егжей-тегжейлерді талап еткенде, Сонг Хун жауап алу кезінде полициямен ынтымақтасудан басқа амалы жоқ екенін түсінеді. Осы уақытта Хен Су полиция бөлімшесіне жеткізіледі. Дүрбелеңге түсіп, қашып кетуге тырысады. Бірақ келе жатқан қарт адамды көргенде тоқтайды. Ер адам Хен Суды байқайды, бірақ оны танымайды. Осы уақытта полиция бастығы Пак қылмыс орнынан қайтып келеді. Хен Судың әлі де сол жерде екенін көргенде, ол офицер Хан Билге байсалдылық сынағын өткізуді тапсырады. Хен Судың көзінен ерекше бір нәрсені байқаған бас Пак офицерлерге оның жанында есірткі бар жоғын тексеруді бұйырады. Бұл істі әріптестерімен талқылап жатқанда бас Пак егжей-тегжейлі айтып береді. Жасы 20-дан асқан ер адам үйден жүгіріп шығып, таксимен қашып кеткен. Мұны естіген қарт кісі қылмыскерге такси шақырудың қажеті жоқ екенін, бірақ шын мәнінде ол өз таксимен кеткенін түсіндіреді. Бұл мәлімдеме такси айдап келе жатып ұсталған Хен Суға қатысты күдік туғызады. Есірткіні тінту кезінде офицер Хан Бил Хен Судың күртешесінен пышақ тауып алып, оның кісі өлтіруге қатысы бар екенін растады. Дүрбелеңге түскен Хен Су үнемі өзінің кінәсіз екенін айтып, көзіне жас алады. Оның наразылығына қарамастан, ол өзін түсіндіруге мүмкіндігі болатынына сендіріп, қамауға алынды. Жауап алу бөлмесінде Хен Су Гукваның үйіне барғаны туралы полиция бастығы Пакке айтады. Полиция бастығы Пак Хен Су Гукваны тірідей көрген соңғы адам және оны өлі деп тапқан бірінші адам болғанын, сондықтан оны өлтірді деген күдікке іліккенін айтады. Тергеуге тереңірек үңілу үшін Хен Су қорғаныста алған жарақаттарының бар жоғын тексеру үшін шешінуге бұйрық берді. Өкінішке орай, Хен Су үшін полиция оның арқасынан сызаттар мен бүкіл денесінде люминол мен көк жарықпен көрінетін қандақтарын тапты. Бұл сызаттар мен қандақтарын Гуква бөлмеде Хен Сумен бірге болған кезде жасағанымен, полиция оларды жәбірленушінің соңғы іздері өзін өзі қорғау әрекеті деп түсіндіреді. Хен Су полицияны өзінің кінәсіз екеніне сендіруге тырысады. Бірақ оның әрекеті нәтижесіз аяқталып, оны тергеу изоляторына қамайды. Сол жерде ол басқа сотталушының адвокатымен сөйлесіп тұрғанын көреді. Оған да заңды өкілдік қажет болуы мүмкін екенін сезген Хен Су полициядан бұл процедура туралы сұрайды. Бірақ оны мазақ етеді. Олар мазақ етіп, егер ол кінәсіз болса, оған адвокат не үшін керек екенін сұрайды. Осы уақытта Джунг Ханның адвокаты Хен Судың ісі туралы біледі. Алғашында құлықсыз, бірақ соңында ол Хен Судың қиын жағдайын елеусіз қалдыра алмайды. Джон Хан тергеу изоляторында Хен Суға жақындап, оның оқиғалар туралы әңгімесін тыңдайды. Хен Судың әңгімесін тыңдағаннан кейін, Джон Хан оған адвокатының қатысуынсыз ешкіммен сөйлеспеуге кеңес береді. Олардың арасындағы осындай қарым-қатынас арқылы Хен Су адвокат алады. Хен Сумен сөйлескеннен кейін, Джон Хан істің егжей-тегжейін білу үшін полиция қызметкерімен сөйлеседі. Сол жерде ол істі полиция бастығы Пак жүргізіп жатқанын біледі. Тергеу изоляторына оралғаннан кейін, Джон Хан Хен Суға екі негізгі ескерту жасауға кеңес береді. Біріншіден, ол полиция бөлімшесінде шындық пен әділеттіліктің маңызы жоқ екенін баса айтады. Хен Судың мәлімдемелерінде айтылған фактілер онша маңызды емес. Ең бастысы артықшылыққа ие болу. Екіншіден, Джон Хан Хен Суды сол түндегі оқиғалар туралы мүлдем үндемеуге шақырады. Олар сөйлесіп жатқанда, полиция оқиғалардың өз нұсқасын жасап жатқанын түсіндіреді. Үнсіздігін сақтай отырып, Хен Су офицерлердің оны айыптайтын қосымша дәлелдер жинауына жол бермейді. Сонымен қатар, бұл үнсіздік оларға полицияның бұл істегі нақты стратегиясын түсінуге мүмкіндік береді. Олар мұны талқылап жатқанда, полиция бастығы Пак Сонг Ханнан жауап алып, офицер Хан Байдан куәлік алып жатқан көрінеді. Джон Хан полиция бастығы Пактың қарапайым полиция қызметкері емес екенін баса айтады. Ол бірінші қолмен ақпаратты мұқият жинайды. Мейлі ол айғақтар болсын, куәгерлердің айғақтары болсын, қаншалықты ұсақ түйек болса да, ол қолайлы сәтті шыдамдылықпен күтетін үнсіз жыртқыш сияқты әрекет етеді. Ол осал тұсты анықтағаннан кейін, ол шешуші соққы береді. Джон Ханның ескертулеріне сай, полиция бастығы Пак қылмыс болған жерден Хен Су бүріккіш бөтелкесін тауып алады. Бірақ оны дәлелдемелер жинау бөлмесіне тапсырмауға шешім қабылдайды. Кейінірек полиция бастығы Пак Гуктың өгей әкесі Ган Пилмен байланысып, оның қайтыс болғаны туралы хабарлайды. Ол Ган Пилді Гокудың мәйітін ашуға келісімін алу үшін полиция бөліміне шақырады. Гоку мен Ган Пилдің ешқашан жақын болмағаны анықталды. Ган Пилдің Гокудың анасымен қысқа некеге тұруына байланысты, олардың қарым-қатынасы тек қағаз жүзінде болды. 3 жыл бұрын әйелі қатерлі ісіктен қайтыс болғаннан кейін Ган Пил көшіп кетті. Содан бері Гокуды көрмеді. Кейінірек Ган Пил аутопсияға келісім парағына қол қояды. Бұл полицияға тергеуді жалғастыруға мүмкіндік береді. Кейінірек Хен Судың ата-анасы полиция бөлімшесіне шақырылып, олымен оңаша сөйлесе алатын бөлмеге жеткізіледі. Олар білмей, полиция бастығы Парк олардың әңгімесін бейнебақылау камерасы арқылы естіп қалады. Хен Судың ата-анасының бар екенін білген соң,
Чон Хан полиция бастығы Пактың Хен Суға қарсы қолдануы мүмкін кез келген күтпеген мәлімдемелердің алдын алу үшін учаскеге асығады. Бөлмеге кірген бойда полиция бастығы Пак оның жоспарының орындалмағанын түсінеді. Бақытымызға орай, Хен Су оған қиындық тудыратын ештеңе айтқан жоқ. Кейінірек тергеу изоляторында Чжон Хан Хен Суға полиция бастығы Пактың олардың кездесуін бақылап отырғаны туралы хабарлайды. Ол жағдайдың ауырлығын баса айтады. Бірақ Хен Су сабырлы болып, өзінің кінәсіздігі туралы тек ата-анасына айтқанын айтады. Ву Хен Судың сақтық шараларының жоқтығын көріп, Чжон Хан оған жағдайды судьяның көзқарасы бойынша қарастырып, сөзіне мұқият болуға кеңес береді. Чжон Ханның айтуынша, судья Хен Суды кінәлі деп санауы мүмкін. Себебі оның денесінде саусақ іздері, қылмыс орны, денесінде қандақтары және оның жанында қанды пышақ бар. Ол Хен Су өзінің кінәсіздігін талап етсе де, судьяның күдігін сейілте алмайтынына сенеді. Осы уақытта полиция бастығы Пак комиссарға тергеу барысы туралы хабарлайды. Ол Хен Суды қылмыскер ретінде көрсететін барлық дәлелдерді ұсынады. Комиссар полиция бастығы Пак дәлелдердің бар жоғын ескере отырып, істі прокурорға неге әлі тапсырмағанын сұрайды. Абдырап қалған полиция бастығы Пак алдағы қадамдар туралы кеңес сұрайды. Комиссар оған Хен Судан мойындауды сұрауға кеңес береді. Ол полиция бастығы Пакты бұл істі шешу оның мансабын жоғарылатуға көмектесетініне сендіреді. Бұл оның зейнеткерлікке шыққаннан кейін досына тиесілі заң фирмасында детектив лауазымына орналасуына әкелуі мүмкін. Комиссармен кездескеннен кейін полиция бастығы Пак Хен Суға келіп, оған көмектесу үшін қамқор және жанашыр болып көрінуге тырысып, бір күш бөтелкесін қайтарады. Одан қылмыс жасалған түн туралы көбірек ақпарат алыңыз. Алайда Хен Су Чжон Хан кеңес бергенде үндемейді. Полиция бастығы Пак Хен Суды Чжон Ханға қарсы қоюға тырысады. Бұл адвокаттар өз клиенттерін қорғамас бұрын барлық мәліметтерді білуі керек екенін меңзейді. Хен Су бас Пакты құрметпен қабылдамайды. Ол онымен адвокатының қатысуынсыз сөйлеспеу керектігін талап етеді. Осы әңгімеден кейін бас Пак Хен Суды айыптаушының қолына беруді шешеді. Хен Суға қарсы дәлелдердің ауырлығын ескере отырып, бас Пак оның қылмыскер екеніне сенімді. Келесі күні Хен Суға ауыстыратын киімдер, соның ішінде Gucci фирмасының жалған футболкасы берілді. Чжон Хан бас Пактың уәжіне бірден күдіктене бастады. Өйткені ол Хен Судың имиджіне нұқсан келтіріп, оның сенімділігін төмендетуге тырысады деп сенді. Ол офицерлермен айтысады, бірақ олар оның алаңдаушылығын елемейді және Хен Суды сотқа ертіп барады. Прокурор Тхехе судьядан оның кінәсі мен кісі өлтіруге қатысы бар екенін дәлелдейтін 117 дәлелге сілтеме жасай отырып, Хен Суды қамауға алуды сұрайды. Оның қатысы бар жоғын сұрағанда, Хен Су өзінің кінәсіздігін талап етті. Содан кейін Чжон Хан судьядан Хен Суды босату туралы өтініш білдіріп, оның соттылығы жоқ әдеттегі колледж студенті екенін баса айтты. Ол айыптаушы тарап, қылмыстың тікелей куәгерлері жоқ, жанама дәлелдер мен айғақтарға сүйенеді деп мәлімдейді. Осылайша, Чжон Хан сот процесіне дұрыс дайындалу үшін Хен Суды босату керек деп санайды. Прокурор Техи судьяға қылмыстың ауырлығы мен қатыгездігін баса айтып, сөз сөйлейді. Хен Суға қарсы нақты дәлелдері бар. Судья оны кінәсіздігі дәлелденгенге дейін сол жерде қалатынын айтып, оны одан әрі сот талқылауы кезінде түрмеге жіберуге шешім қабылдады. Хен Су камерада Сан Су мен әлжуаз тұтқынмен бірге болады. Ол қатыгез азаптау мен қорқытудың нысаны болып табылады. Түрме бандасы әлсіз бала дүрбелең бұзылуының белгілерін көрсетеді. Бұл басқа тұтқындардың тынымсыз зорлық зомбылығы мен күшейеді. Түнде түрмеде шамдар сөнген кезде Хен Су мазасыздық пен ентігуді сезініп, өзінің жаңа ортасына бейімделуге тырысады. Ол тыныс алуды тыныштандыру және тұрақтандыру үшін небулайзеріне сүйенеді. Таң атқанда әлгі әлсізді түрме бандасы тағы да аяусыз ұрып соғып жатыр. Банданың жетекшісі Бико, ал оның оң қолы түрмеде отырған Хен Су сияқты осал тұтқындарды азаптауға бейімділігімен танымал Ду Сикс. Атышулы тұтқындардың арасында солтүстік түрменің арыстаны деген лақап аты бар Ду Чити бар. Чити есірткі саудасын бақылайды. Жеткізу мен таратуды басқару үшін әртүрлі әдістер мен желілерді пайдалана отырып, кәсіпорын ішінде сауда жасаңыз. Оның сенімді қызметкері, сүйек хирургы, сүйек сынуына әкелетін жарақат алу тәжірибесімен танымал. Читенің ықпалы есірткі саудасынан бастап, темекі сияқты қажетті заттарға дейін барлығын бақылайтын бүкіл түрмеге таралады. Хен Су ингалаторды алу үшін емханаға кіргенде, ол камераласына ауырсынуды басатын дәрілерді әкеледі. Алайда, кенеттен Ду Сик пайда болып, Хен Су мен бетпе-бет келіп, оның құрбанына көмектесемін деп қорқытады. Ол әлсізді олардың тобына жатады деп мәлімдейді. Ду Сик Хен Суға шабуыл жасамақшы, бірақ Джити Ду Сик пен оның достарына артқа шегіну туралы белгі беріп, ысқырықты соғып, араласады. Ажыратып, Хен Суға зиян келтірместен камерадан шығыңыз. Джитенің араласуының арқасында Хен Судың өмірі сақталды. Осы уақытта Чжон Хан прокурор Техиге хабарласып, Хен Су ісінің материалдарына қол жеткізуді талап етеді. Техи алғашында оның өтінішін қабылдамады, бірақ Чжон Хан наразылық білдіріп үлгерді. Бұл файлдарға қол жеткізу туралы ресми мәлімдеме. Содан кейін ол іске қатысы бар басқа прокурорға хабарласып,
олардың Хен Суды мойындауға мәжбүрлеу стратегиясы туралы біледі. Хен Судың кінәсіздігі туралы наразылығына қарамастан, олар оған есірткі қылмысы, зорлау және арнайы құралдармен шабуыл жасағаны үшін айып тағуды жоспарлап отыр. Кейінірек полиция бастығы Пак Чжон Ханға қоңырау шалып, Хен Судың кінәсіз екеніне сенімді ме деп сұрайды. Чжон Хан Хен Судың кінәсіз екеніне сенсе, полиция бастығы Пак Хен Судың қанішер екеніне сенімді. Осы салада 30 жылдық тәжірибесі бар полиция бастығы Пак Хен Су сияқты көздері бар қылмыскерлерді ұстаудың ең қиын екенін түсінді. Хен Су тек өзін кінәсіз етіп көрсетеді деп сенген полиция бастығы Пак Джунг Ханға өзі қорғайтын клиенттің кінәсіз болмауы мүмкін екенін, өзі ойлағандай кінәсіз болуы мүмкін екенін түсіндіруге тырысады. Хен Суды қорғауға әлі де бел буған Чжон Хан ата-анасына жақындап, оларға бұл іс туралы хабарлайды. Ол оларға ауыртпалық түсіргісі келмесе де, ол да күн көруі керек. Сондықтан ол оларға сотта Хен Суды қорғағаны үшін жеңілдікпен 51 гонорарға ваучер береді. Ол оларға мемлекеттік қорғаушыға сенбеуге кеңес береді. Өйткені олар клиентпен қысқаша кездесіп, судья тағайындаған жазаны қабылдайды. Әңгімелесу барысында Чжон Ханға прокурор Те Хидің бүгін баспасөз маслихатын өткізіп жатқаны туралы хабарлама келеді. Өзінің баспасөз маслихатында Те Хи Хен Суды зорлаушы және кісі өлтіруші ретінде бейнелеп, жұртшылықты оның қылмысты қалай жасағаны туралы хабардар етті. Ең сорақысы, ол түрмедегі барлық адамдарға Хен Судың не үшін айыпталып жатқанын білуге мүмкіндік беру арқылы оның жеке басын ашады. Олардың барлығы қылмыскер болса да, олардың ең жек көретіні зорлаушылар мен кісі өлтірушілер. Егер олардың кез келгені жаңадан келген болса, оған шынымен қиын болады. Тұтқындардың жағымсыз назарынан үрейленген Хен Су Чжон Ханға телефон соғады. Хен Су ештеңе айта алмай тұрып, Чжон Хан оған қоңырау жазылып жатқанын ескертеді. Сондықтан ол абай болу керек. Хен Су істің барысы туралы сұрағанда, Чжон Хан сот 10 күннен кейін қамауда ұстаудың заңдылығын қарау үшін тыңдау өткізетінін айтады. Ол Хен Суды жұбатып, оны осы уақытқа дейін қысым мен уайыммен күресуге шақырады. Баспасөз маслихатынан кейін Те Хи Чжон Хан кейбір баспасөз өкілдерін тоқтатып, өзін айыпталушының адвокаты ретінде таныстырады. Ол бұл оқиғаның өз нұсқасын жұртшылыққа ұсынып, айыптаушы тарап Хен Суды тек жанама дәлелдерге сүйене отырып айыптайтынын және полиция бұл мәселеге байланысты асығыс шешім шығарғанын айтты. Оны өлтіруші ретінде көрсету. Бұл сұхбатты заңгер және белгілі заң фирмасының басшысы Ми Кен тыңдады. Хен Судың ісі оның қызығушылығын тудырды, сондықтан ол оны сотта қорғауға шешім қабылдады. Ол істі өз қолына алу үшін, ата-анасымен сөйлесу үшін Хен Судың үйіне ұмтылған адвокат Су Джинді жіберді. Ата-анасы оның кеңсесіне шақырылады. Онда Микаян Джунг Ханның ұсақ құқық бұзушылармен жұмысымен танымал бірінші дәрежелі заңгер екендігі туралы әңгімелейді. Оны қарапайым алаяқ ретінде көрсете отырып, ол Хен Судың ата-анасына ұлын үйіне әкеліп, оны тегін жасайтынына уәде береді. Хен Судың ата-анасы ұлын атақты адвокат қорғайтынын естігеніне қуанышты. Сондықтан олар ұлының адвокатын ауыстыруға келіседі. Екінші жағынан, Хен Су оның ісінің егжей-тегжейлері белгілі болғаннан бері тұтқындардың үлкен реакциясына тап болды. Түрмедегі банда оны ұрлап, басын қара шүберекпен жауып, қараңғы бөлмеге апарады. Сол жерде олар оны жан түршігерлік қылмыстары үшін тұншықтырып өлтірмекші болады. Ол өлімге жақындағанда, түрме күзетшісі банда басшысына оны босату туралы белгі береді. Осы уақытта Чжон Хан қылмыс болған жерге Кук Вудың үйіне жету үшін полиция бастығы Пакпен сөйлесіп тұрғандай кейіп танытады. Полиция бастығымен байланысын пайдаланып, ол аумаққа сәтті еніп кетті. Тінту кезінде ол атта сөмкеден Хе Чон деп жазылған суретті тауып алады. Бұл оның қызығушылығын тудырады. Үйді мұқият тінткеннен кейін ол Хен Суға киім сатып алып, қонаққа келеді. Джунг Хан киімінен басқа Хен Суға тұтқындарға арналған есепшоттарын береді. Оған ол аз мөлшерде ақша салған. Хен Су өзін жайсыз сезінеді. Өйткені ол Джунг Ханға қазір жаңа адвокаты бар екенін хабарлау керек. Ол Джунг Ханға қиын қыстау кезеңдегі күш-жігері үшін алғысын білдіруден бастайды. Содан кейін Ми Кеннің адвокаты енді оның мүддесін сотта қорғайтынын хабарлайды. Чжон Хан біраз таңданғанымен, Ми Кеннің Хен Су ісін тиімді жүргізе алатын әйгілі заңгер екенін мойындайды. Хен Су Чжон Хан сатып алған киімдерін қайтарып алмақ болғанда, Чжон Хан оны сақтап қалуды талап етіп, түрмеден шықпас бұрын оған сәттілік тілейді. Ол түрмеге қайтып бара жатқанда, Хен Су камерасына оны Читиге апару үшін хиропрактор келеді. Чити бірнеше тұтқынды жинап, оның артында кім темекі сатуы мүмкін екендігі туралы сұрақ қойды. Ол Хен Су қылмыскерді біледі деп күдіктенеді. Бірақ Хен Су бұл адамның атын айтудан қатты қорқады. Хен Судың екіұштылығын байқаған Чити сүйек дәрігеріне тұтқындардың сүйектерін біреу мойындағанша сындыруды бұйырады. Сол күні ертерек Хен Су тұтқындардың бірінің темекі сатқанына куә болғанына қарамастан, ол бұл адамның зардаптарынан қорқып үндемейді. Алайда басқа тұтқындардың әділетсіз азапталғанын көріп, ақыры нағыз қылмыскердің атын ашады. Кінәлі адам әшкереленгеннен кейін Хен Су жұмыстан шығарылды. Ол кетіп бара жатып, қазір азапталып жатқан адамның айқайын естіді. Хиропрактор артында темекі сатқаны үшін Читион қайтып келді. Сол түні Хен Су оянып, төбеде ілулі тұрған әлсізді көреді. Үнемі азаптау оған төзгісіз болып,
оның азапты, мағынасыз өмірінен гөрі өлімді артық көруіне себеп болған сияқты. Әлсіздің жансыз денесінің тазаланып жатқанын көрген Хен Су оның келесі нысанаға айналуы мүмкін деп қорқады. Дүрбелеңге түсіп, түрмеден қашуға тырысады. Бірақ оны тез арада күзетшілер ұстап алып, оны аяусыз ұрып тастайды. Қашып кетуге тырысқаны үшін жаза ретінде Хен Су жалғыз адамдық камераға қамалды. Екінші жағынан, прокурор Хе полиция бастығы Пакпен Хен Суды полиграфиялық тексеруден өткізу мүмкіндігін талқылап жатыр. Ол егер Хен Су сынақтан бас тартса, бұл оның кінәсін дәлелдеу үшін сотта оған қарсы қолданылуы мүмкін екенін түсіндіреді. Полиграф оның шындықты айтып тұрғанын көрсетсе де, бұл дәлел ретінде қабылданбайды. Содан кейін ол полиция бастығы Пактан Хен Судың өлтіруші екеніне сенімді ме деп сұрайды. Полиция бастығы Пак Хен Суды қылмыскер ретінде көрсететін дәлелдерге ғана сенетінін айтады. Келесі күні Хен Су полиция бөлімшесіне жеткізіліп, оған полиграфиялық тексеруден өтуге мүмкіндік берілді. Прокурор Хе сенімді қорғаныссыз өлім жазасына кесілуі немесе өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін ескертіп, оны қорқытуға тырысады. Ол полиграфиялық тексеру оның кінәсіздігі туралы мәлімдемесін растауы мүмкін деп болжайды. Полиция бастығы Пак араласып, Хен Суды сотта рұқсат етілмегеніне қарамастан, полиграфиялық тексеруден өту мүмкіндігін қарастыруға көндірді. Ол бұл қоғамдық пікірге Хен Судың пайдасына әсер етіп, түрмеде тыныш өмір сүруге және ата-анасына бақыт сыйлауға әкелуі мүмкін деп болжайды. Прокурор Хен Суға адвокатымен кеңесуге уақыт береді. Бірақ олардың сенімдерінің әсерінен ол сот шешіміне келіседі. Заңгерлік кеңес сұрамай ақ сынақтан өткізіңіз. Хен Судың келісімін алғаннан кейін полиция бастығы Пак Чон Ханға хабарласып, оған жағдай туралы хабарлайды. Хен Судың жаңа адвокаты Ни Ген екенін білген соң, полиция бастығы Пак оған дереу хабарласып, Хен Судың полиграфиялық тексеруден өту туралы шешімі туралы хабарлайды. Хен Су үшін ықтимал қауіп-қатерді түсінген Ми Ген Су Джинді өз клиентіне қолдау көрсету үшін ұлттық сот медициналық қызметке жібереді. Осы уақытта Чон Хан НФСте жұмыс істейтін бұрынғы әйелімен байланысып, алдағы полиграфиялық тексеруге байланысты жақсылық сұрайды. Ол Хен Су үшін бәрі ойдағыдай өтетініне көз жеткізу үшін НФСке келеді. НФСке барар жолда полиция бастығы Пак Хен Судан Гукваны кремациялау алдында онымен қоштасқысы келетінін сұрайды. Хен Су келіседі, бірақ оның жансыз денесінде мәйіттің іздері бар екенін көргенде ол ашуланады. Ол демікпе ұстамасын бастайды және ингаляторға қолын созады. Бірақ полиция бастығы Пак араласып, өтірік детекторын тексермес бұрын кез келген дәрі-дәрмекті қабылдауға тыйым салынғанын еске салады. Көп ұзамай Хен Суды полиграфиялық тексеру бөлмесіне апарады. Оған И Су Чин қосылады. Сынақ алдында Чон Хан оған бұлай жасамауға кеңес береді. Бірақ Хен Су өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге тым қатты тырысады. Содан кейін Су Чин Хен Су процедурасын түсіндіреді. Оған 11 сұрақ қойылады. Оның 6-ы іске қатысты болады. Ол тыныштықты сақтаудың маңыздылығын атап өтеді. Өйткені тест нәтижелері оның психикалық жағдайына байланысты. Емтихан алушы Хен Су Гокуды пышақтап тастады ма деп сұрағанға дейін тест басталады және бір қалыпты өтеді. Хен Су шынымен де Гокуды ішіп жатқан кезде оның қолынан пышақтап алғандықтан ол қазір шындықты айта алмайды. Жағдайдың ауырлығын түсінген Су Чин өзінің жетекшісіне қиын жағдай туралы хабарлау үшін бөлмеден шығып кетеді. Проблемалық мәселе туралы білген соң, Чон Хан емтихан бөлмесіне кіріп, Пактың бастығы жіберген ережелерді бұзуға сілтеме жасай бастайды. Су Чин оның мәлімдемелерін қолдап, полиция бастығы Пактың Хен Сумитті адвокатына хабарласпай ақ прокурор етіп тағайындау арқылы прокуратура туралы заңды бұзғанын баса айтты. Олар сондай ақ тыныс алу проблемалары бар адамдар полиграфиялық тексеруден өтуге жарамсыз деп саналатынын атап өтті. Айыпталушының адвокатының тексеруді тоқтатуға және одан бас тартуға құқығы бар екенін ескере отырып, Су Чин сот ісін сәтті тоқтатып, Хен Судың жағдайының одан әрі асқынуына жол бермейді. Тексеру дереу тоқтатылғанымен, Хен Су өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмағанын сезіп, наразы болып қалады. Түрмеге оралғанда Хен Су Ду Сикпен бетпе-бет келеді. Ду Сик Хен Су оған әлсіз адам қайтыс болғаннан кейін хабарлағанын, соның салдарынан билік оны ұрып соғып, камераға қамап қойғанын айтады. Енді Ду Сик кек алғысы келеді. Ол Хен Суға зиян келтірмес бұрын Сан Су араласып, Ду Сикті шегінуге мәжбүр етеді. Кейінірек Чите Хен Суды шақырып алып, оған қылмыстық іс жүргізу кодексі туралы кітап береді. Бұл Хен Су оны қорғағысы келетін келмейтінін шешу керек деген болжам жасайды. Келесі күні Хен Су түрмеден қайта қарау тыңдауына кетуге дайындалып жатқанда, Ду Сикс бұйрығымен әрекет ететін күзетші оған 1-2 ұпай береді. Мақсаты оны кінәсіз және осал етіп көрсету. Екінші жағынан, Гук Ву кремацияланады. Ал Чон Хан рәсімге достарын бақылап отырады. Солардың бірі Гук Вудың үйіндегі суретте аты жазылған қыз Хе Чон. Оның мінез құлқына қарағанда, ол досының өліміне қатты қайғырған сияқты және оның кісі өлтіруге қатысы жоқ сияқты. Гук Вақтың әлеуметтік желідегі профилін қарап отырып, Джун Хан оның суретін оңалту орталығының жанынан тауып алады. Күдікті бірдеңені сезген соң, орталыққа барып, доктор Чан Иннан Гокудың есірткіге тәуелділікпен күресіп,
3 жыл емделіп жатқанын біледі. Джун Хан оның медициналық картасын сұрағанда, доктор Чан ең алдымен бас тартады. Содан кейін Джун Хан Гуквеге есірткі тағайындағаны үшін дәрігерге жеткіземін деп қорқытады. Басқа амалы жоқ. Доктор Чан ең соңғы 3 жылда Гукваға көптеген медициналық құжаттарды тапсырды. Екінші жағынан, қайта қарау тыңдауы прокурор Тхе Хидің судьяны Хен Суды болжамды қылмысының ауырлығына байланысты қамауда ұстауға шақыруынан басталады. Меген қарсылық білдіріп, бұрын қылмыс жасамаған қарапайым колледж студенті түрмеде отырса да, ауыр қылмыскерлермен бірге түзеу мекемесінде тұруға мәжбүр болды. Бірақ ол әлі кінәлі деп танылмаған. Ол Хен Суға судьяларға оның денесіндегі көгерген жерлер мен азаптау іздерін көрсетуін айтады. Хен Су тыртықтарын көрсеткеннен кейін, Те Хен Су мекемеден қашып кетуге тырысқанын түсіндіріп, араласады. Сондықтан оны күзетшілер ұрып-соғып, қазір тыртықтарын киіп жүр. Те Хидің тынымсыз сұраулары мен Хен Судың онша сенімді емес жауаптары оны қиын жағдайға душар етіп, өзіне тағылған айыптарды күшейтті. Сонымен қатар, Те Хен Судың полиграфиялық тексеруден өтпегені туралы айтады. Бұл судьяның оның қылмысқа қатысы бар деген күдігін одан әрі арттырады. Екі тарапты да тыңдағаннан кейін, судья Хен Суды қамауға алу әлеуметтік тұрақтылыққа пайда келетінін хабарлайды. Мекен Хен Судың қашып кету әрекеті туралы білмегендіктен, ол оған бұдан былай оны қараңғыда ұстамауға қатаң кеңес береді. Ол оған егер ол білсе, сот отырысына дейін лайықты жауап табар еді деп айтады. Ол кеткеннен кейін Чон Хан Су Чинмен және Хан Схер Гуквамен медициналық құжаттар туралы сөйлесті. Бұл құжаттар Хен Суды қорғауға көмектеседі деп сенді. Түрмеге қайтып бара жатқанда, Хен Су басқа тұтқындармен бірге өмір сүруге тура келетін қорқынышты өмір туралы ойлап, көзіне жас алады. Ол камерасына қарай бет алған кезде, Ду Сик өтіп бара жатып, оның қолын ұстарамен кесіп тастайды. Хен Су дереу ауруханаға барады, бірақ ол жабық. Чите оның жарасын тігіп, оған мықты болуға кеңес береді. Өйткені оған қазір назар аудару керек жалғыз нәрсе, түрмеде қалай аман қалу керек. Екінші жағынан, Микаян Куктың медициналық құжаттарын алған кезде, ол оларды прокурор Те Хиге барып, мәміле жасау үшін пайдаланады. Те Хи Куктың есірткіге тәуелділігі анықталып, оның Хен Суға есірткі жеткізгені дәлелденсе, олардың ісі күрделене түсуі мүмкін екенін түсінеді. Сонымен қатар, ол кісі өлтірудің нақты себебін әлі тапқан жоқ. Осы факторлардың барлығын ескере отырып, Те Хи Мегенге мәміле жасауды ұсынады. Хен Су абайсызда зорлау және кісі өлтіргені үшін 17 жылға бас бостандығынан айырылды. Шағымдануға құқығы жоқ. Меген қарсылық білдіріп, шағымдану құқығынсыз жазаны 10 жылға дейін қысқартуды талап етеді. Сайып келгенде, Те Хи жазаны жеңілдетуге келіседі. Бірақ келісімге келу үшін оларға Хен Судың мойындауы қажет болатынын баса айтады. Мәміле жасалғаннан кейін, Никан Хен Сумен сөйлесіп, бұл мәселені шешудің бұдан жақсы жолы жоқ екенін түсіндірді. Хен Су жағдайдың ауырлығын түсінеді, бірақ істемегенін мойындағысы келмейді. Сонда Меген қатал шындықты бейнелейді. Ол өмір бойына бас бостандығынан айырылуы немесе тіпті өлім жазасына кесілуі мүмкін. Алайда, егер ол осы мүмкіндікті пайдаланса, бұл оның 10 жылдан кейін түрмеден шыға алатынын білдіреді. Үлгілі мінез құлқын сақтай отырып, ол 3-4 жыл бұрын босатылуы мүмкін. Бұл оған шамамен 30 жасында қоғамға қайта қосылуға мүмкіндік береді. Заң сарапшысы ретінде, ол Хен Суға осы мүмкіндікті пайдалануға кеңес береді. Бұл оны қол жетімді, ең тиімді шешім деп санайды. Чон Хан мәміле туралы естігенде, Хен Суға қонаққа келді. Ол кез келген заңгер мұны керемет ұсыныс деп санайтынын мойындайды. Бірақ жеке өзі оны қабылдағаннан кейін, Хен Су өмір бойына бас бостандығынан айырылады және бұл белгі оны мәңгілікке қудалайды деп сенеді. Сот отырысы басталғанда, судья айыпталушының күнәсін мойындау туралы келісімнің орнына мойындауға дайын екенін хабарлайды. Ол қызды өлтірді ме деп сұрағанда, Хен Су көзіне жас алды. Ол жасамаған қылмысын жалған мойындай алмай, өмір бойы бұрынғы сотталушының стигмасын көтергісі келмей, судьяларға Гуквуды өлтірмегенін айтады. Хен Судың бас тартуы Мекеннің сеніміне нұқсан келтіріп, оның сеніміне опасыздық жасағаны үшін оны ұрып соғуға мәжбүр етеді. Ол бұл істі аяқтағанын айтып, сот залынан жүгіріп шығып, Хен Суға түрмедегі мұңды өміріне қайта оралудан басқа амал қалдырмады. Күткендей, До Сик Хен Суға жақындап, оны Читеден 3 қорап, темекі сатып алуға мәжбүрлейді. Өз қауіпсіздігінен қорыққан Хен Су бұл талапты орындап, тұтқын картасын темекі сатып алу үшін пайдаланады. Чите Хен Судың темекі шекпейтінін біліп, жағдайды түсінеді, бірақ араласудан бас тартады. Хен Судың тек бір пакетке ақшасы бар, бірақ соған қарамастан, Чите серіктесінен оған қосымша пакет беруін сұрайды. Қолында 2 бума бар. Хен Су оларды Ду Сикке береді. Ол әлі күнге дейін 3 бума әкелмегені үшін оны ұрып жатыр. Ду Сик жанып тұрған темекіні Хен Судың аузына салып, тілін күйдіріп жіберуге дейін барады. Келесі күні Хен Су әкесіне телефон соғып, оның есепшотына біраз ақша аударуын өтінеді. Читеден тағы бір пакет сатып алғаннан кейін, ол оны До Сикке жеткізеді, бірақ оны тағы ұрып тастайды. Хен Су До Сикті итеріп жіберуге тырысады. Бұл бандиттің ашуын туғызады.
Содан кейін ол Хен Судың қолын оттықпен күйдіреді. Дәл осы сәтте Джити пайда болып, қарақшыларды кетуге мәжбүр етеді. Хен Су ауруханаға жеткізіліп, оның жарасы емделеді. Ду Сикуға сабақ беру үшін Джити хиропракторға оны аяусыз ұрып соғуды бұйырады. Содан кейін ол Ду Сикуға Хен Судан кешірім сұрауды бұйырады. Банданың мүшесі ретінде Ду Сик бас тартады. Бұл Джитиді оның бетінен ұрып, содан кейін қолына қайнаған су құюға итермелейді. Джити қамауында отырған түрме күзетшілері келіп, Ду Сикті алып кетеді. Екінші жағынан Мейген тергеуден бас тартпауға шешім қабылдады. Өйткені бұл оның мінезіне нашар әсер етеді. Барлық сот процестерін аяқтауға 3 ай уақыт кетеді. Ал Мейген бұл кейбір артықшылықтарды алу үшін жеткілікті уақыт деп санайды. Алайда ол бұл кәсіппен өзі айналыспайды. Ол мұны Су Чжинге тапсырады. Бұл оған осы салада тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Бұл іс қазір оған тиесілі болғандықтан Су Чжин Чжун Ханмен жұмыс істеуге бел буады. Чжун Хан түрмеде Хен Суға келіп, оның қазір оның адвокаты екенін хабарлайды. Су Чжин екеуі алқабилер сотына істі қарауды сұрайды. Бұл 1-2 айға созылуы мүмкін. Кетер алдында Чжун Хан Суды үмітін үзбеуге және күресті жалғастыруға шақырады. Кейінірек Хен Су камерасында болған кезде хиропрактор оны Джитиге апару үшін келеді. Джитиге тапсырманы орындау үшін Хен Су керек. Хен Су иығы шығып, емделу үшін емханаға баруы керек. Хен Су дүрбелеңге түскенде Джити оны тыныштандырып, сол ақшаны қайтаруды сұрайды. Ол Хен Суды дәрігердің иығын оңай түзететініне және оның жағдайы жақсы болатынына сендіреді. Осыдан кейін Джити хиропракторға Хен Судың иығын шығаруды бұйырады. Жарақат алғаннан кейін Хен Су ауруханаға жеткізіліп, иығына таңылды. Камераға оралғаннан кейін сүйек дәрігері оның таңғышын шешіп, камераға қайта жібереді. Содан кейін ол кастрөлдің түбінде ақ қалдық қалдырып, таңғышты қайнатады. Оны Джити ұнтаққа айналдырып, есірткі сияқты жұтады. Екінші жағынан Чжун Хан бұрынғы әйеліне телефон соғып, қайтадан көмек сұрайды. Бұл жолы оған Гуктың үйін мұқият тексеріп, қосымша дәлелдер іздеу үшін оның қылмыс орнындағы тергеуші ретіндегі шеберлігі қажет. Чжун қандақтары мен басқа да белгілерді суретке түсіріп жатқанда, полиция бастығы Парк шындықты анықтау үшін өз тергеуін жүргізуде. Бұл арада Техи прокурорға Хен Суды кісі өлтірумен байланыстыратын тікелей дәлелдер келтіретінін хабарлайды. Келесі күні Хен Су алқабилер сотына қатысу үшін сотқа келеді. Осы сот процесінде алқабилер деп аталатын адамдар тобы іс бойынша ұсынылған дәлелдемелерді тыңдау және сол дәлелдер негізінде шешім немесе үкім шығару үшін таңдалады. Бірінші, прокурор Техи алқабилерге Хен Судың өлтіруші болғанын дәлелдейтін фотосуреттер мен басқа да дәлелдемелерді көрсету арқылы өз ісін ұсынады. Ол Гукваның кісі өлтіруге дейінгі және одан кейінгі суреттерін көрсету арқылы алқабилердің эмоциясын оятуға тырысады. Өз кезегінде Чжун Хан бұрын қылмыс жасамаған қарапайым колледж студенті Хен Судың жәбірленушіні өлтіруге ниеті болмағанын алға тартады. Чжун Хан Техиді жауап беруі үшін өз дәлелдерін ұсынуға шақырады. Техи полицияның Хен Суға оның бүкіл денесінен қан тапқан кезде оның үстіне жанғыш қоспаны шашып жібергенін айтудан бастайды. Содан кейін ол айғақ беру үшін сот медициналық сарапшыны шақырады. Патологоанатом Хен Судың денесінен табылған қанның жәбірленушіге тиесілі екенін растайды. Содан кейін Техи қазылар алқасына Хен Судың қолындағы жараның суретін көрсетеді. Патологтың көмегімен ол Хен Су жәбірленушіні пышақтап жатқанын көрсететін сценарий жасады. Өйткені пышақ оның қолынан сырғып кетті. Себебі ол омыртқасына жабысып қалды. Бұл оның қолындағы жараға келді. Хен Су жара туралы ештеңе есінде жоқ деп мәлімдегендіктен Чжун Хан мұны қазылар алқасына түсіндіруге шешім қабылдады. Ол Хен Судың есірткі талдауы туралы есебін ұсынады. Онда алкоголь, ЛСД және кетаминнің іздері бар. Чжун Хан патологтан есірткінің алкоголь мен осы комбинациясын қолданған адамға не болатынын сұрайды. Патолог бұл заттардың есірткі екенін және алкогольмен араласқанда орталық жүйке жүйесіне қатты әсер етіп, есте сақтау қабілетінің айтарлықтай жоғалуына әкелуі мүмкін екенін түсіндіреді. Осы дәлелдерді келтіре отырып, Чжун Хан Хен Судың өтірік айтпайтынын және оның шын мәнінде не болғанын есіне түсіре алмауының жақсы мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. Содан кейін Техи офицер Хан Билді куәгер ретінде шақырып, Хен Судың бақылау өткізу пунктінде ұсталған кездегі жағдайын сипаттайды. Техи жауап алғаннан кейін Су Чжин куәгерден жауап алу үшін алға шығады. Ол офицерден Хен Суды бақылау бекетіндегі демалдырғышпен тексерді ме деп сұрайды. Офицер Хан бал құрылғының батареясы таусылды деп жауап бергенде, Су Чжин Хен Суды полиция бөлімшесіне жеткізу үшін шұғыл қамауға алуға санкция алмағанын сұрайды. Офицер Хан Бил оның тексеріс жүргізбегенін және қамауға алуға санкциясы жоқ екенін мойындады. Содан кейін Су Чжин неге Хен Суды тиісті рұқсатсыз полиция бөліміне апарғанын сұрайды. Оның үстіне ол қылмыс болған жерді айналып өтуді шешті. Су Чжиннің айтуынша, полиция қызметкері сол түні бірнеше рет заңсыз әрекеттер жасаған. Бұл Хен Су ісін одан әрі қиындатқан. Содан кейін Техи басқа офицерді куәгер ретінде шақырады. Бұл офицер Хен Суды полиция бөлімшесіне жеткізуге жауапты болған. Қазылар алқасына сол түні түсірілген двер жазбасы көрсетілді. Онда Хен Су полицейлерден қыздың өлген, өлмегенін сұрағаны естіледі. Хен Судың уәждері туралы сұрағанда,
офицер Хен Су жәбірленушінің жағдайы туралы білгісі келетінін айтты. Өйткені егер ол тірі болса, бұл оған одан да көп қиындық туғызар еді. Су Чин офицерге сұрақтар қойып, Хен Су жәбірленушіге алаңдап, сұрай алмады ма деп сұрайды. Офицер мұны жоққа шығарып, Тон Хен Су басқаша айтады деп мәлімдеді. Содан кейін Су Чин бақылау камерасынан офицердің лотерея билетін белгілеп, әзіл айтып жатқанын көрсететін бейнені көрсетеді. Ол офицерден жәбірленушіге ренжігенін және егер солай болса, неге ол сол сәтте байсалды емес екенін және лотерея билеті туралы айта бергенін сұрайды. Су Чиннің жетекші сұрақтары офицерді үнсіз қалдырады. Қазылар алқасы да офицердің сезімсіз әрекетіне таң қалған сияқты. Содан кейін Техи орта мектептегі сынып жетекшісі Хен Суға телефон соғып, Хен Су неге мектепті ауыстыруға кеңес бергенін сұрайды. Мұғалім Хен Су сыныптасымен жанжалдасып, оны баспалдақтан итеріп жібергенін айтады. Сыныптасы ес-түссіз жатқанда, Хен Су оның екі тісін жұлып алғанша жұдырығымен ұра берді. Техи бұл айғақтарды Хен Судың бұрын зорлық-зомбылық көргенін және бұл оқиға оның бірінші рет жасаған қылмысы емес екенін көрсету үшін ұсынады. Содан кейін Су Чин сөз алып, Хен Судан бұл оқиға туралы сұрайды. Хен Су сыныптастарының, әсіресе әкесіне қатысты, оны үнемі мазақ етіп, құрметтемейтінін түсіндіреді. Ол қорқыту туралы мектеп қызметкерлеріне хабарлаған жоқ. Өйткені ол әкесін оған араласудан және мүмкін одан да көп келеке мазақ етуден қорғағысы келді. Қорқыту шарықтау шегіне жеткенде, ол оны тоқтату үшін қатаң шаралар қабылдады. Алайда кейінірек ол өз әрекетіне өкініп, өкініш білдірді, тіпті сыныптасынан кешірім сұрады. Содан кейін Су Чин қазылар алқасына сөз сөйлеп, кезекші офицерлерді қоса алғанда барлығы қателесетінін атап өтті. Бұл Хен Су жағдайында анық болды. Оның айтуынша, айыптаушы тарап айыпталушыға қарсы нақты дәлелдер келтіре алмады. Оның орнына Хен Судың моральдық жағдайына күмән келтірді. Су Чин бұл тәсіл назарды маңызды дәлелдердің жоқтығынан алшақтату әрекеті деп санайды. Алқабилер мен судьялар Хен Судың пікірімен көбірек бөлісетін сияқты. Үзіліс кезінде Чон Хан Хен Судан Гуква өзінің құрбысы туралы бірдеңе айтты ма деп сұрайды. Хен Су өзінің досымен қатты ұрысып қалғанын, содан кейін онымен барлық байланысын үзгенін есіне алады. Жаман ойынға күдіктенген Джунг Хан досы Хе Джунға жақындап, одан Гуквамен араздығы туралы сұрайды. Ол не Хе Джун Гуквуды есірткімен қамтамасыз еткен, не онымен бірге есірткі қолданған деп күдіктенеді. Гуква олардың жанжалынан бір аптадан кейін қайтыс болғандықтан, Чон Хан Хе Джун өлтіруші болуы мүмкін деп күдіктенеді. Немесе, ең болмағанда, ол кісі өлтірушінің кім екенін біледі. Хе Джун Чон Ханмен бетпе-бет келгенде, оған қатысы барын үзілді-кесілді жоққа шығарады. Алайда, полициядан жауап аламын деп қорқытқанда, ол Чо Чанның мекен жайын құлықсыз түрде айтып, оны Гуква өлтірілген түні хабарласқан есірткі сатушысы ретінде көрсетеді. Чо Чан Чжун Хан оған қарсы шыққан кезде барлық айыптауларды жоққа шығарып, Чжун Ханды көңілсіз және құрғыл қалдырды. Алайда, көшеде бір сәт кідіргеннен кейін, ол дүкенге қайта оралып, бұрын жасырын түрде таспаға жазып алған телефонын алып кетеді. Оның мақсаты Чо Чанның Хе Чонмен ол берген мекен жайға қатысты сөйлесулерінің барлығын жазып алу болды. Кейінірек Чон Хан Чо Чанның Хе Чонды қорқытып жатқан жазбасын тыңдап, ол полицияға оның да Гуквамен кісі өлтіру түнінде кездесетінін айтатынын айтты. Алайда жазбада олардың ешқайсысы сол түні Гуквамен кездеспегені көрінеді. Бұл олардың өлтіруші емес екенін көрсетеді. Содан кейін Чон Хан Су Чиннен сол түні Хен Су маршрутындағы барлық қауіпсіздік камераларының жазбаларын жинағанын сұрайды. USB деректер дискілерін алғаннан кейін Чон Хан оларды қарап шығып, жүк көлігімен Гуквонды қуып келе жатқан басқа адамның кадрларын табады. Бірінші адам жанармай құю бекетінде пайда болады. Содан кейін оның артынан Хан өзеніне қарай жүреді. Бұл Аян Хуктың өліміне басқа біреудің қатысы бар екенін көрсетеді. Екінші жағынан, есірткіге қарсы күрес бөлімінің қызметкерлері түрмеге келіп, қызметкерлерден өткен айда ауруханаға барған барлық тұтқындардың қауіпсіздік камераларының жазбаларын беруін сұрайды. Бейне жазбаны көргеннен кейін офицерлер бұл адамды атышулы өлтіруші Хен Су деп таныды. Жақында есірткі сақтағаны үшін қамауға алынған аурухана қызметкері Читенің атын атағаны белгілі болды. Читеді жақсы білетін офицер тергеуді жалғастырғысы келмейді. Бірақ оның жоғары дәрежелі офицерден тергеуді жалғастыру туралы бұйрығы бар екенін түсіндіреді. Осы уақытта әйел офицер Хен Сумен кездесіп, оның байқаусызда есірткі жеткізумен айналысқанын хабарлайды. Оның қолындағы таңғыштар есірткі ерітіндісіне малынған. Ол Хен Суды оны ауруханаға жіберген адамның жеке басын ашуға көндіреді. Бірақ Хен Су Читеге адал болып қалады және бір ауыз сөз айтудан бас тартады. Екінші жағынан, офицер Читеді ауыстырылуы мүмкін деп қорқытады. Егер Чите ауыстырылса, ол қазіргі орнына қайта оралу керек екенін ескертеді. Жауап ретінде Чите күліп, көптеген түзеу қызметкерлері қорқытушының дәрежесінен жоғары екенін көрсетеді. Олардың қолдары да таза емес. Дәл осы кезде офицерге бастығы телефон соғып, түрмеден шығуды бұйырады және Читеді бұдан былай мазаламауды бұйырады. Олар кеткеннен кейін Чите үнсіздігі үшін Хен Суға алғысын білдіреді. Ризашылық белгісі ретінде Чите оған телефон сыйлайды.
Ал Хен Су әкесіне қоңырау шалуға рұқсат береді. Хен Су тез арада үйге хабарласып, әкесінен олардың бұрын тәркіленген такси күтпеген жерден әкімшілік кеңсесіне қоңырау шалғаннан кейін қайтарылғанын біледі. Бұл Чжитедің ілтипатымен. Хен Су қоңырау шалғаннан кейін телефонды қайтарып алуға тырысқанына қарамастан, Чжите оны өзіне қалдыруды талап етеді. Екінші жағынан, Чжон Хан сол түні Гуквуды қуған адамның бұрын курьер болып жұмыс істеген Кул Хо екенін біледі. Чжон Хан мен Су Чжун Чол Хоның бұрынғы жұмыс орнына барғанда, оның бір ай бұрын жыныстық қылмыскер мәртебесіне байланысты жұмыстан шығарылғанын біледі. Ол әлі күнге дейін аяғына электронды білезік тағып жүрді. Олар иесінен өткен айда Чол Хо пакетті Гокудың үйіне жеткізіп жатқанын тексеруді сұрады. Иесі оның жеткізгенін растады. Ал Гуква пакетке шағым түсірді. Осы уақытта алқабилер соты қайта басталады. Енте полиция бастығы Пакты куәгер ретінде шақырады. Осы кезде Чжон Хан Чол Хоның мекен жайын тауып, одан бейнебақылау камераларындағы жазбалар туралы сұрайды. Чол Хо Гуквамен таныс екенін жоққа шығарып, оны жанармай құю бекетінде алғаш рет көрдім деп мәлімдеді. Чжон Хан Чол Хо сол түні Гукваның соңынан еріп, өткен айда үйіне бірдеңе жеткізгенін айтқан кезде, Чол Хо өзін қорғай бастайды. Оған Гукваны өлтірді деген айып тағылған кезде, Чол Хо балта алып, оны Чжун Ханға лақтырып, айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарып, әрекет етеді. Чжун Хан оның әрекетіне қарамастан, ол әлі де сотқа тартылып, Кук қайтыс болған кезде алиби беру керек екенін ескертеді. Өзін қорғау үшін Чжун Хан металл таяқшаны суырып алады. Бұл Цихуоны одан сайын ашуландырады. Жағдай ушығып кетпес бұрын, полиция келіп, Чол Хуоны кісі өлтіруге оқталғаны үшін қамауға алады. Чжон Хан мұны алдын ала болжап, полицияға алдын ала ескерткен. Бұл арада сотта полиция бастығы Пак Хен Суды өлтіруші деп санайтын себептерін айтуды жалғастыруда. Енді айыптауларға шыдай алмаған Хен Су өзінің кінәсіздігін мойындап, сотқа басынан бастап адал болғанын растайды. Техе осы мүмкіндікті пайдаланып, оның адалдығына көз жеткізу үшін Хен Суды куәгер ретінде шақырды. Су Чин араласуға тырысады, бірақ Хен Су оны қаламай тұзаққа түседі. Хен Су куәгерлердің орнына отыра салысымен, Техи оны Гуквиге көмектесудің орнына қылмыс орнынан қашып кетті деп сынай отырып, оның әрекеті туралы агрессивті түрде жауап алады. Оның айтуынша, егер ол шынымен адал болса, ол ауыр жарақат алған әйелге көмектесу үшін артта қалар еді. Техидің тынымсыз сұраулары Хен Суды тұзаққа түсіріп, оның Гокваны өлтіргенін немесе өлтірмегенін нақты білмейтінін мойындауға мәжбүр етеді. Бұл мойындау Техидің стратегиясының қолында ойнап, Хен Судың сеніміне нұқсан келтіреді. Соттан кейін Су Чинге Чжун Хан қоңырау шалып, нәтижесін сұрайды. Эмоцияға бой алдырған Су Чин көзіне жас алып, Чжун Ханнан Хен Судың куәгерлер орнына отыруына кедергі бола алмағаны үшін кешірім сұрайды. Оның куәгерлер трибунасындағы нәтижесіз мәлімдемесінің нәтижесінде Хен Су қайтадан түрмеге жіберіледі. Чжон Хан Хен Суға түрмеде болып, оны жұбату үшін және бәріне қарамастан, ештеңе түбегейлі өзгермегеніне сендіру үшін келеді. Техенің тынымсыз сұрақтарынан қатты әсер алған Хен Су өзіне күмәндана бастайды. Ол Гукваның саусағын қимылдатып жатқанын көргеніне сенеді және оған көмектеспегені үшін өзін кінәлі сезінеді. Чжон Хан оны жұбатуға тырысады. Ол Гукваның бірден өліп қалуы мүмкін екенін және ол байқаған кез келген қозғалысты өлімнен кейінгі табиғи процесс. Өлімнен кейін бұлшық еттердің тартылуынан туындауы мүмкін екенін түсіндіреді. Алайда Хен Су бұл түсініктемені қабылдай алмайтын депрессияға тым батып кетті. Хен Су жаңалықтарды көріп, айыптаушы тарап оны өлім жазасына кесуді қарастырып жатқанын білгенде жағдай нашарлайды. Эмоциясын баса алмай, көзіне жас алады. Оның қайғы қасіретін күшейту үшін Ду Сик оның жағдайын мазақ етеді. Ол Хен Судың телефонын ұрлап алып, оны қайтарудан бас тартады. Хен Су телефонының жоғалып кеткенін білу үшін камерасына оралғанда, ол қатты ашуланады. Ол Ду Сикпен бетпе-бет келіп, телефонын қайтаруды талап етеді. Ду Сик оны аяусыз ұрып соққаннан кейін Хен Су қарсы тұруға тырысады. Бірақ маусымның бандитіне қарсы дәрменсіз болып шығады. Қақтығыс нәтижесінде Хен Су бетінен бірнеше рет жарақат алады. Сотта өз атын қорғай алмағаны үшін түрмеде отырғандардың барлығы, оның ішінде сотталушысы Сан Су да оның кінәлі екеніне сене бастайды. Нәтижесінде Хен Су ешкім сөйлескісі келмейтін, тіпті сөйлескісі келмейтін шеттетілген адамға айналады. Өзін шарасыз және оқшауланған сезініп, ол Чжитеден көмек сұрайды. Дәл осы кезде Чжите өзінің тарихымен бөліседі. Оған шабуыл жасады деп жалған айып тағылды және ол өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін тынымсыз күресіп, әр қадам сайын сенімсіздікке тап болды. Ол тіпті ойға келмейтін нәрсені істеуге дейін барды, бірақ қайғы қасіретін тоқтата алмады. Ақырында ол өз бостандығының кілтін қолында ұстағанын түсінді. Ол өмір сүру үшін өзгеріс қажет екенін түсінді. Сондықтан ол өзін өзгертті. Ол Хен Суға аман қалу мен түрмедегі қараңғы өмірін жалғастырудың бірін таңдауға кеңес береді. Хен Су темекі шегу арқылы өзгерісті таңдайды. Келесі күні Чжите оған асханада қосылып, жалғыздығын жеңілдетеді. Хен Су қазір Чжитемен бірге уақыт өткізіп,
жауларының бетіне жаңа сеніммен қарайды. Күшін нығайту үшін ол Читемен бірге дене шынықтырумен және бокспен айналыса бастайды. Әлсіз колледж студентінен ол аман қалуына кепілдік беретін табандылық пен мұқият дайындықтың арқасында керемет күрескерге айналады. Бір күні ол әпкесіне қоңырау шалып, оның әл ауқатын сұрайды. Бірақ ол оны отбасына психикалық күйзеліс жасады деп айыптап, көңілі қалды. Ол мұның бәріне Хен Суды кінәлап, оның кесірінен олар үйлерін сатуға қою керек екенін айтты. Олардың маңайынан шығыңыз, әйтпесе адамдар олар туралы өлтірушінің отбасы ретінде біледі. Ол тіпті Хен Су қызды өлтірмегені туралы шындықты айтты ма деп күмәнданады. Көңілі қалған Хен Су телефонды қойып, анасына қоңырау шалады. Бірақ ол да оның қоңырауына жауап бермейді. Бір күні Ду Сик Хен Су мен бетпе-бет келіп, оны ұрысқа итермелеуге тырысады. Хен Су оны дуэльге шақырғанда, Ду Сик күліп, келіседі де, Хен Суды дәл сондай әлсіз бала ретінде бағаламайды. Сол түні Хен Су шашын қырқып, Ду Сикпен дуэльге арналған қазандықта кездеседі. Ол келгенде жарықты сөндіреді. Ду Сик оны қайта қосқанда, Хен Су оны абайсызда ұстап алып, стаканмен басынан ұрады. Өзінің жаңа жауынгерлік шеберлігін пайдаланып, ол Ду Сикті есінен таңғанша аяусыз ұрады. Ду Сикті қорлағаны үшін кек алғысы келген Хен Су оған отырғызғышты лақтыруға дайындалып жатыр. Алайда, оның мінезі өзгергенімен, ол әлі күнге дейін өзінің басқа адамға зиян тигізе алмайтын бөлігін сақтайды. Одан өте алмай, оның орнына отырғызғышты жерге лақтырып, олардың текетіресін тоқтатады. Екінші жағынан, қамауға алынған Чи Худы полиция бастығы Пак жауап алады. Алайда полиция бастығы тобықтағы сенсор оның сол түні Гукваның үйіне бармағанын көрсеткенін анықтағаннан кейін оны босатады. Чжон Хан бұл туралы білгенде, Чол Хо сияқты жынысты қылмыскерді оңай босатуға болатынына таңғалады. Келесі алқабилер соты кезінде Чжон Хан Чол Хо сол түні Гукваның соңынан ергенін дәлелдейтін дәлелдер келтірді. Оның үстіне, осы уақыт ішінде оның тобығындағы монитор 1 сағат бойы белсенді емес болды. Чол Хо бұл айыптауларды жоққа шығарып, оның тобық мониторының батареясы жиі таусылатынын алға тартты. Ол Чжон Хан мен алқабилерден қылмыс орнында саусақ іздері барлық жерде болған қылмыскердің жеке басын анықтаған кезде оны неге айыптап жатқанын сұрайды. Содан кейін Чжон Хан бұрынғы әйелі Ен Иге телефон соғып, қылмыс орнында маңызды бірдеңе тапқанын сұрайды. Ен И террасаның артқы есік тұтқасының сынуына байланысты ашық қалдырылғанын хабарлайды. Бұл оны бұзуға әрекеттенгенін көрсетеді. Сонымен қатар, ол Хен Судан табылған пышақтан басқа тағы бір қару бар деп күдіктенеді. Гуктың 8 пышақ жинағы бар еді. 2 пышақ жетіспейді. Егер олардың біреуі Хен Судан табылса, екіншісі қайда деген сұрақ туындайды. Ол сондай ақ жәбірленушінің қолы пышақпен ойнағандықтан тесілген болуы мүмкін екенін, және оның дәлелін пышақтың ену белгілері бар үстелден табуға болатынын қосады. Сонымен қатар, жарадан флуоресцентті ағартқыш пен формальдегидтің іздері табылды. Бұл химиялық заттардың комбинациясы негізінен дәретхана қағазында кездеседі. Бұл біреудің қан кетуді тоқтатуға тырысқанын көрсетеді. Оның үстіне Гуктың арқасындағы жаралар пышақтың жүзінің жоғары қарағанын көрсетеді. Айыптаушы тарап Хен Судың қолындағы жара оның қолынан пышақ сырғып кеткен кезде пайда болғанын айтады. Алайда, дәлелдер көрсеткендей, егер бұл рас болса, пышақ жоғары қаратылғандықтан, жара оның қолының ішкі жағында болар еді. Бұл Хен Судың есіктің сынған әйнегін кесіп алған жарақаты туралы айғақтарын растайды. Сонымен қатар, Хен Су солақай болса да, талдау есебі өлтірушінің оң қолы болуы ықтималдығы жоғары екенін көрсетеді. Хехи қарсы сұрақтар қоюдың орнына Джун Эйдің бұл іске қатысы бар екенін меңзеуге тырысады. Өйткені оның Джун Ханмен бұрынғы қарым-қатынасы. Бұған жауап ретінде Джун Эй күйеуімен ажырасқанын, өйткені ол енді оған шыдай алмайтынын айтып, оның қатысуы оның Хен Судың кінәсіздігіне деген сенімінен туындағанын баса айтты. Ол сондай-ақ алқабилердің басқа сарапшыдан дәлелдемелерді тәуелсіз талдауға құқығы бар екенін айтады. Камераға қайта оралғанда, Хен Су Чите сияқты қолына татуировка жасады. Ол Читеден неліктен өзін өлтіруші емеспін деп ойлайтынын сұрайды. Оның шын мәнінде өлтіруші екеніне күмәнданады. Чите Хен Судың өлтіруші ме, жоқ па, ол үшін маңызды емес деп жауап береді. Оның түрмеде отырғаны маңызды. Кейінірек Ду Сик Хен Су мен бетпе-бет келіп, оны өз тобының жетекшісі Баек Хуға апарады. Бек Ху Хен Суды Ду Сикті ұрғаны үшін жазаламақшы. Қарақшылардың қоршауында қалған Хен Су олардың бәрін жеңе алмайтынын түсініп, берілуге бел буады. Бек Ху оған зиян тигізбестен бұрын Ду Сик араша түсіп, Бек Хуны Хен Суға қарсы әділ жекпе-жекте жеңілгенін мойындаудан бас тартқаны үшін қатты ұрады. Бек Хуға Хен Судан аулақ болуды ескерткеннен кейін Ду Сик қазандықтан шығады. Осыған қарамастан, ол Хен Суға абай болуға кеңес береді. Өйткені Бек Хо бұлай шегінбейтінін біледі. Алқабилер сотында
Чжон Хан Ган Пилдің өгей әкесі Гукты куәгер ретінде шақырады. Ган Пилдің Гоку қайтыс болғаннан кейін бірден сақтандыру туралы өтініш бергені және 700 вон төлеген анықталды. Чжон Хан мұны кісі өлтірудің ықтимал себебі деп санайды және қарақшылардан сол түні оған алиби беруін талап етеді. Қарақшылар оның қонақ үйде сүйіктісімен бірге болғанын айтады және бейнебақылау камералары оның алибиін растап, оның шындықты айтқанын дәлелдейді. Содан кейін Чжон Хан Сонг Хангты куәлік беруге шақырады және оны өлтірген түні Гукваның үйінің сыртындағы әрекеті туралы сұрайды. Бастапқыда Сонг Хун өзінің көлігінде жай ғана демалып жүргенін айтады. Бірақ маңайдағы бейнебақылау камералары оның Гукваның үйінің сыртында бірнеше рет бір апта бойы жасырынып жүргенін көрсетеді. Ақырында Сонг Хун шындықты мойындайды. Ол Гукваның досы Хи Чжонға ғашық болып, оның артынан қуған. Ол тіпті полицияға арызданып, оны қудалағаны үшін қамауға алынды. Хи Чжон Сонг Хунның шынымен де шындықты айтып отырғанын растайды. Әрбір күдіктінің күдігі жойылғаннан кейін Чжон Хан бұдан әрі не істеу керектігін білмей қалады. Келесі күні ол полиция бастығы Пакты куәгерлер трибунасына шақырып, Хен су бүркіш бөтелкесінің неліктен дәлел ретінде көрсетілмегенін және неге оған қайтарылғанын сұрайды. Сонымен қатар Чжон Хан бұл істе тағы 4 күдікті болғанын, олардың ешқайсысының себептері болғанына қарамастан жауап алынбағанын атап өтті. Гуквеге зиян келтіру үшін өгей әкесі оның мұрасын алғысы келген болуы мүмкін. Досы Гукваның полицияға есірткі жеткізіп жатқан жігіті Си Цзанмен ұйықтағаны үшін кек алғысы келген болуы мүмкін. Жәбірленуші оның үстіне Саул Хо сол түні оның соңынан еріп, ол туралы білетіні байқалды. Осы ықтимал белгілерге қарамастан полиция бастығы Пак бұл күдіктілердің ешқайсысынан жауап алған жоқ. Полиция бастығы Пак өзінің әрекетін Хен суды өлтіруші ретінде көрсеткен айғақтар негізінде әрекет еткенін айтып қорғайды. Бүріккіш бөтелкеге келетін болсақ, полиция бастығы Пак оны Хен суға қайтарғанын түсіндіреді. Өйткені ол сол кезде оған қажет болды. Чжон Хан полиция бастығы Пакты оқиға орнынан айғақтарды әдейі жасырды деп айыптайды. Оның айтуынша, полиция бастығы Пак Хен судың демікпесі бар бейкүнә жас жігіт ретінде судьялардың алдына шығуына жол бермеу үшін бүріккіш бөтелкені алып тастаған. Осылайша оның қатыгез өлтіруші ретіндегі бейнесін сақтап қалған. Чжон Хан одан әрі полиция бастығы Пакты тек күдікті ретінде Хен суға назар аударғаны үшін сынайды және басқа ықтимал күдіктілермен сұхбаттасуды елемейді. Бұл тергеудің бір жақтылығы мен мақсаттылығын көрсетеді. Тыңдауды аяқтау үшін Техи алқабилерге жүгінеді және сот төрелігі жүйесіндегі кемшіліктерді мойындайды. Алайда ол Хен су айыптаушы дәлелдері бар күдікті болып қала беретінін, оның саусақ іздері қылмыс орнынан табылғанын, дәлелдемелерді жоюға тырысқанын және жәбірленушінің киімімен жабылғанын баса айтады. Хан түрмеге оралғаннан кейін Чжите Хен суға смартфон сыйлады. Бұл оның жақын арада босатылатынына үміт білдірді. Осы уақытта Чжон Хан алдағы алқабилер сотында өзінің қорытынды сөзіне дайындалуда. Қатты күйзеліс оның терісінің күйін нашарлатады. Бұл оның айтарлықтай қызаруына әкеледі. Келесі күні Чжон Хан өзінің қорытынды сөзін айтады. Содан кейін қазылар алқасының үкімі шығарылады. Өйткені қазылар алқасы Хен суды кінәлі деп санайды, ал бесеуі оны кінәсіз деп санайды. Сауалнама нәтижелеріне қарамастан, бұл түпкілікті шешім емес. Сайып келгенде, алқабилердің даусын ескере отырып, судья шешім шығарады. Ақырында, судья Хен судың Гукваны өлтіргені үшін шынымен кінәлі екенін жариялап, оны өмір бойына бас бостандығынан айырады. Чжон Ханның көзіне жас толып, Хен судың ата-анасы ұлының қалған өмірін түрмеде өткізетінін естігенде қатты жылайды. Хен су түрмеге қайта оралып, ата-анасынан енді оған бармауын өтінеді. Ол темір тордың ар жағында азап шегіп жатқанда, прокурор Техи жоғарылатылады. Ал полиция бастығы Пак құрметті детектив ретінде зейнетке шыққанға дейін жанқиярлық қызметі үшін медальмен марапатталады. Сите Кореяның сот жүйесі ақшасы жоқтар үшін әділеттілік қолжетімсіз деп есептеп, байларды ғана қолдайды деп қынжылады. Билік немесе байланыс. Келесі күні Чжите мен Хен су аулада болған кезде До Сикс Чжитенің артынан жасырынып, тамағын кесіп тастайды. Ик бала Чжите оқиға орнында қатты қан жоғалтудан қайтыс болды. Күзетшілер абдырап қалған адамды тез арада Сикке дейін ұстап алып, ұрып соғады. Чжите Хен судың өміріндегі бірден бір оң фактор болды. Ол оған сенетін және оған аман қалуды үйрететін дос болды. Чжитенің кетуімен Хен судың бар болуы тағы да мағынасыз болып көрінеді. Екінші жағынан, Чжон Хан бұл істен бас тартудан бас тартады. Ол тергеу кезінде Ұлы Ханның көлігіндегі камераны байқағанын есіне алды. Ұлы Ханның Гуктың досын біраз уақыттан бері аңдып жүргенін білген Чжон Хан камера маңызды нәрсені түсіріп алған болуы мүмкін деп күдіктенеді. Ол Сун Ханмен бетпе-бет келіп, суреттерді көруді сұрайды. Бірақ Ұлы Хан оған полиция оны тұтқындау кезінде барлық суреттерді тәркілегенін айтады. Чжон Хан Сын Хонның камерасынан суреттерді алу үшін полиция қызметкерінен көмек сұрайды. Оларды қарап отырып, ол күтпеген жаңалық ашады. Кадрларда Гуктың оңалту орталығының дәрігері Чан Йеннің үйінен кетіп бара жатқанын көруге болады. Жәбірленушінің қоңырауларының жазбаларын тексергеннен кейін, Чон Хан Чан Йеннің нөмірі бірнеше рет пайда болғанын байқайды. Осы дәлелдермен қаруланған ол отставкадағы полиция бастығы Пакқа жақындап, доктор Чан Йеннің Гук Хуамен қарым-қатынаста болғанын айтады. Алайда, оның үйленетінін білгенде, ол қарым-қатынасын үзді.
оны Чан Ен онша жақсы қабылдамады. Бас Пак бастапқыда қазір ештеңе істей алмайтынын айтты. Бірақ Джон Хан оған жақындарымыздың бақытты және қауіпсіз болғанын қалайтынымызды, басқаларды ренжіткенімізді түсінуге мәжбүр етеді. Оның сөздерінің әсерінен полиция бастығы Пак бұл мәселені Тихимен талқылайды және біраз талқылаудан кейін олар әрекетке кіріседі. Бірнеше күннен кейін Джон Хан түрмедегі Хен Суға барып, жаңалықты хабарлайды. Нағыз өлтіруші ұсталып, Гукты өлтіргенін мойындады. Джон Ханның тынымсыз күш-жігеріне қарамастан, прокурор Тхехи өзінің баспасөз маслихатында Хен Су өзінің кінәсіздігін дәйекті түрде талап еткеннен кейін нағыз қылмыскерді тынымсыз қудалаған прокурорлар екенін айтты. Алдымен олар жазықсыз адамның өмірін құртты. Ал шындығы ақыры ашылғанда, олар бұл істі шешу жауапкершілігін өз мойнына алды. Хен Судың кінәсіздігі ақыры дәлелденіп, ол түрмеден босатылды. Бірақ ол бұрынғыдай бала емес. Түрмедегі тынымсыз азап оның рухын бұзып, бейкүнә баланы ешқашан өзі таңдамаған шайқастың тыртықтарымен мәңгілікке қудаланатын шыңдалған жауынгерге айналдырды. Кінәсіздіктен айырылған, оның өмірі оның басынан өткерген қатыгездігінің куәсі болды.